Бүгінгі алаяқтықтың қаруы жалған QR-код, фишинг пен әлеуметтік инженерия. Бір сілтеме, бір қоңырау, немесе жалған сайт арқылы жасалатын мұндай схемалар цифрлық дәуірдегі қылмыс тәсілдерінің біріне айналды. Мемлекет киберқауіпсіздікті күшейткенмен, интернет алаяқтық әлі де өзекті проблема күйінде қалып отыр. Қазақстан цифрлық трансформация қарқыны бойынша алдыңғы қатарлы мемлекет. Онлайн қызметтер индексі бойынша әлемдік ондыққа енуі және Біріккен ұлттар ұйымы әзірлейтін электрондық үкіметті дамыту индексінде 24-ші орын алуы, қызметтердің басым бөлігі онлайн форматқа көшкенін көрсетеді. Алайда цифрландыру қаншалықты жедел болса, тәуекел де соншалықты күрделі. Сарапшылар елдегі ахуалды жалпы тұрақты деп бағалайды. Дегенмен кейбір қылмыс күрделене түскенін айтады. Мемлекеттік органдар қылмыстың шамамен 20%-ын ғана ашады. Бұл халықаралық қылмыстық топтардың ықпалымен байланысты. Бас прокуратура ұсынған мәліметтерге сәйкес 2025 жылдың қаңтар-қазан айларында ақпараттандыру және байланыс саласында 201 құқық бұзушылық тіркелген. Бұл 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 86,1%-ға көп. Яғни мәселе тек технологиялық серпінде ғана емес, сонымен бірге тәуекелдердің де күрт өсуінде болып отыр. Сандық өсімге қарамастан сапалық өзгерістер бар. Егер 2019 жылы істердің 62,6% сотқа дейінгі кезеңде қысқартылса, 2025 жылдың 10 айында көрсеткіш 31,13%-ға төмендеген. Қылмыстардың құрылымына үңілсек, олардың 80%-ы жеке деректерді ұрлауға қатысты. Тағы 6%-ы ұйымдардың ақпараттық жүйелеріне заңсыз қол сұғумен байланысты болса, 6%-ы банктік деректерді иемдену фактілеріне тиесілі. Яғни кибер қатерлердің негізгі нысанасы ақпарат пен қаржы. Ең жиі тіркелетін құқық бұзушылық ақпаратты заңсыз жою немесе өзгерту. 2025 жылдың 10 айында мұндай қылмыстар 61%-ға артқан. Екінші орында ұялы байланыс құрылғыларының кодын заңсыз өзгерту деректері. Бұл санаттағы қылмыстар бір жыл ішінде 6 есе көбейген. Аймақтық тұрғыдан қарасақ, кибер қылмыс көбіне ірі қалаларда орын алатынын байқаймыз. Дәстүрлі түрде алдыңғы қатарда Алматы мен Астана. Өткен жылы әр үшінші кибер қылмыс осы екі мегаполисте тіркелген. Одан кейін Ақмола, Солтүстік Қазақстан облысы және Шымкент қаласы тұр. Қаржылық шығын көлемі одан да алаңдатарлық. Өткен жылы кибер қылмыстардан келген жалпы залал 16,4 миллиард теңгеге жеткен. Кәсіпкерлер 12,8 миллион теңге, ал жеке тұлғалар 20 миллион теңге шығынға ұшыраған. Сала мамандарының пікірінше, мәселенің түп төркіні адам ресурстарының тапшылығы және жедел әрекет ету тетіктерінің әлсіздігімен байланысты. Қазақстанда кибер қауіп деңгейі әлі де жоғары. Сондықтан ақш пен Сингапур сияқты Tier 1 елдерінің тәжірибесіне сүйеніп, заманауи технологияларға инвестицияны арттыру қажет. Ендігі кезекте бұл әрекеттерді кімдер жасайды деген сұрақ туындайды. Өткен жылғы деректерге зер салса, құқық бұзушылық жасаған 98 адамның 61-і жұмыссыз болған. Олардың басым бөлігінің жоғары немесе орта арнаулы білімі бар. Құзырлы органның мәліметінше, кибер қылмысқа мемлекеттік қызметкерлер де тартылған. Өткен жылы 4 адам тіркелген. Олардың үшеуі зиянды бағдарламаларды жасау, пайдалану немесе таратуға қатысса, біреуі ақпаратты заңсыз жою немесе өзгерту әрекетімен ұсталған. Кинематографияда хакер образы көбіне жас, техникалық тұрғыдан аса қабілетті студент ретінде көрсетіледі. Алайда қазақстандық статистика стереотипті жоққа шығарып отыр. Соңғы жылдары кәмелетке толмағандар немесе студенттер жасаған мұндай қылмыс бір-ақ рет 2021 жылы ғана тіркелген. Жалпы портретке көз жүгіртсек, отандық кибер қылмыскерлердің негізгі бейнесі 21-40 жас аралығындағы ер адамдар. Көбі ұйымдасқан топтардың құрамында әрекет етеді, бірақ жалғыз жұмыс істейтін хакерлер де бар. Олардың арасында қаржылық мақсаттағы қара қалпақтылар, саяси активистер немесе ішкі қызметкерлер кездеседі. Ал қылмыстың жүзеге асу тәсілдеріне келсек, сарапшылар кибер шабуылдардың негізгі әдістерін әлеуметтік инженериямен байланыстырады. Бұл әдіске фишинг, вишинг, мишинг, сондай-ақ иықтан қарау және жалған техникалық қолдау жатады. Сарапшылардың айтуынша, бүгінгі кибер қауіптің басты қаруы күрделі код емес, адам психологиясы. Қылмыскерлер ең алдымен жүйеге емес, сенімге шабуыл жасайды. Тіпті қазір алаяқтар QR-код технологиясында өз мақсатына икемдеп үлгерген. Схема қарапайым. Ресми QR-кодтың үстіне жалған код жапсырылады. Азамат кодты сканерлегенде жалған сайтқа өтеді. Дизайны, логотипі барлығы ұқсас, күдік тудырмайды, бірақ төлем деректері алаяқтың қолына түседі. Мысалы, мейрамханада мәзір үшін сканерленген код арқылы 180 мың теңге шешілген. Автотұрақ төлемінде карта деректері ұрланған. Сәлемдеме жеткізілмеді деген хабарламадағы QR-код арқылы азаматтардың толық банктік деректері алынған. Бұл бағытта кибер қылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті кешенді шараларды жалғастыруда. Қылмыспен күресті заңнамалық, техникалық және профилактикалық бағытта жүргізу қажет.
тек кешенді тәсіл киберқылмысқа тиімді қарсы тұруға мүмкіндік беріп отыр. Ресми деректерге сүйенсек, өткен жылы 19 миллионнан астам жалған қоңырау бұғатталған, 85 миллион алаяқтық қоңыраудың жолы кесілген. Сонымен қатар 100 мыңнан астам сим-карта мен 88 сим-бокс құрылғысы тәркіленді. Шетелде 7, ел ішінде 6 кол орталық жойылған. Министрлік өкілінің айтуынша, жуырда Шымкент қаласында интернет алаяқтарды қазақстандық сим-карталармен қамтамасыз етіп келген тұрақты арна әшкереленді. Тергеу деректеріне сәйкес 3 мыңнан астам абоненттік нөмір алаяқтық қоңырау жасау үшін пайдаланылған. Қазір 2 күдікті қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Қорыта айтқанда, Қазақстандағы кибер қауіпсіздік мәселесін жаһандық үрдістерден бөлек қарастыру мүмкін емес. Microsoft деректеріне сәйкес, кибер шабуылдардың негізгі нысаналары қатарында ақш, Израиль, Украина, Ұлыбритания және Тайвань бар. Ал алғашқы 20 елдің қатарына Үндістан, Германия, Франция, Сауд Арабиясы, Түркия, Ресей және Қытай кіреді. Бұл кибер қатердің географиясы кеңейіп, ең алдымен экономикалық және технологиялық тұрғыдан маңызды мемлекеттерге бағытталатынын көрсетеді. Сарапшылардың кибер қылмысты 21 ғасырдың пандемиясы деп атауы да сондықтан.